48-53 тұқтай осындай кекстер пісірдім. Жаңағы сіздерге айтқанымдай сторилерде. Қараңыздар қандай әдемі болып шыққан, жұмсақ. Қаншасын жедік, үйге қонақтар келген. Сатылымға осындай пакетиктерге салып, магазиндерге, немесе жаңағы буфеттерге, мектептерге, садиктерге жіберуге болады. Өте жұмсақ, балдарға да жегенге өте жақсы, тиімді, көп затты қажет етпейді, тәтті, керемет болған кекстер. Қазірге тағы біреуінің ішін бөліп көрсетемін. Мына қараңыздар, топ-томпақ әдемі болып шыққан. Қағазынан оңай алынады, жабысып қалмай.